Өлексен жеудің үкімі дейді. Бұл үкімі не болуы мүмкін? Әрине біз бір қарағанда харам деп айтуы мүмкін ғой. Бірақ дарури жағдайлар деген бар бізде, иә? Мәжбүр болған жағдайларда адам не жемейді деген мәселе болатын болса, онда бұл кейбір үкімдер бар екен. Мәжбүр жағдайда харамның өзі не болады? Мубах болып кететін жерлер болады екен. Сол үшін деп жатыр бұл кітапта мата иттарра иля акил мейтати. Бір адам өлексені жеуге мәжбүр болса, өлексені жеу, өлексе білеміз ғой, иә? Былай айтқанда өліп қалған мал. Немесе бауыздалмай өлтірілген малға да өлексе деледі. Бауыздалмай біреу мысалға малдың басынан бірі өлтірсе, Құдай сақтасын. Яғни қаны тамақтан арам қаны шығып кетпей мал өліп қалса, оны дейміз біз? Өлексе дейміз. Сол өлексе малды жеуге мәжбүр болса, қалай мәжбүр болуы мүмкін? Яғни егер оған биан ла яжида гайраха фи халатил махмаса дейді. Өлексе уақытында мысалға адам қатты қарны ашып өлейін деп жатыр, жаңалқыма келген, айдалада қалып қойған, еш нәрсе жоқ, жейтін тек қана не бар? Өлексе мал бар екен. Онда өлексені жеуге бір адам мәжбүр болатын болса, қашан мәжбүр болуы мүмкін? Басқа нәрсені таба алмайды, фи халатил махмаса. Жан алқыма келіп жатыр. Мысалға айдалада, шөл далада немесе кетіп бара жатқан кезде қарны ашып өлейін деп жатқан уақытта не тапты? Бір өлексе мал тауып алды. Өлексе малды уәл мажаа, қатты қарны ашқан тауып алған болса, лам якул, және оны жемесе, хатта мата, тіпті өліп кетсе дейді. Сіздің өлексе жатыр, не істеген жоқ соны? Жемей өліп кетсеңіз, дахалан нар, онда ол адам тозаққа кіреді дейді. Неге? Өйткені сіз қарын аш кезде адам жаны қымбат, адам жаты өте қымбат екен. Адам жаны қымбат жанды өлексе болса, оны жеп өзін аман алып қалу керек. Неге? Өйткені сіз өзіңізді Алла Тағала сізге харам нәрсені мубах қылады қашан? Сондай бір мәжбүр болған уақыттарда. Мәжбүр деген өлейін деп жатқан кезде харам нәрсенің өзіне болады екен сізге халал мубах болады. Ал енді халал нәрсені жемей өліп кетсеңіз, не деген сөз бұл? Өзіне қол жұмсағанмен бірдей. Ал өзіне қол жұмсаған адам, онда ол не? Күнәһар болып өледі деген сөз.